Жер сілкінісіне қалай дайындалуға болады? Жер сілкінісі қаупі бар аймақта тұратын, әрбір адам ықтимал жер сілкінісі кезінде іс-әрекеттерді саналы түрде алдын ала жоспарлауы керек. Ол үшін қауіпсіз жерді анықтаңыз. Көшедегі халық жиналатын орын, жер сілкінісі болған жағдайда үй-жайдан шығу жолы, пәтердегі орындарды қарастырыңыз. Отбасы мүшелерін қауіпсіз орындарға жайғасуын үйретіңіз. Ауыр заттарды шкафтар мен сөрелерде ұстамаңыз. Төсек терезеден, айнадан және құлауы немесе жарылуы мүмкін ауыр заттардан алыс орналасуы керек. Жер сілкінісіне дайындықты қамтамасыз ету бойынша жергілікті органдардың қызметіне қолдау көрсетіңіз. Төтенше жағдай 112 және 101, полиция 102, жедел жәрдем 103 телефондарын есте сақтаңыз. Осы нұсқауларды орындаған адам өзіне де, өзгеге де пайдасын тигізе алады. Жер сілкінісі кезінде не істеу керек? Егер ғимаратта жер сілкінісі сезілсе, бірден әрекетке көшіңіз. Үстіңізге ауыр заттар құлап кетпеу үшін қауіпсіз орынға барыңыз. Терезелерден алшақ тұрыңыз. Пәтердің есігін ашып, қажет болған жағдайда шығуды қамтамасыз ету керек. Бөлменің ішкі бұрышында немесе босағада тұрыңыз. Үстелдің немесе кереуеттің астында жасырынуға болады. Ұстамдылық танытыңыз. Басқа адамдардың тыныштығын бұзатын ештеңе жасамаңыз. Көп қабатты ғимараттың ішінде болсаңыз, жүгірмеңіз. Жер сілкінісі аяқталуын күтіңіз. Содан кейін дабыл чемоданын алып, қауіпсіз жерге шығыңыз. Ғимараттан шығарда басыңызды жауып шығыңыз. Биік ғимараттың жанында жүргенде ашық жерге барыңыз. Құлаған қабырға заттары сізге зақым келтіруі мүмкін. Жер сілкінісінен кейін не істеу керек? Жер сілкінісі тоқтаған кезде қираған заттар мен зардап шеккендер болуы мүмкін. Сабырлы бола отырып, зардап шеккендер мен жаралыларға дереу көмектесуді бастаңыз. Көмек шақырып, қоңырау шалғанда басқа телефонды пайдаланбаңыз. Телефон желілерінің шамадан тыс жүктелуі құтқару қызметінің тиімділігін төмендетеді. Қорқыныш сейілген кезде қауіпсіз екеніңізді отбасыңызбен, достарыңызға хабарлап айтуды ұмытпаңыз. Аймақты тексеруге бармаңыз және қираған жерлерге кірмеңіз. Мүмкіндігінше кәріз желісі зақымдалмағанына көз жеткізгенше дәретхананы пайдаланбаңыз. Зақымдалған ғимараттардан аулақ болыңыз. Радио және басқа да бұқаралық ақпарат құралдары арқылы билік органдарының хабарламаларын мұқият тыңдаңыз. Психологиялық жарақат алғандарды қолдауға тырысыңыз. Қауесеттер мен тексерілмеген ақпаратты таратпаңыз. Құтқарушыларға, полицейлерге, әскери қызметшілерге, дәрігерлерге және авариялық құтқару жұмыстарын жүргізуге қатысатын басқа адамдарға көмек көрсетіңіз. Егер сіздің қасыңызда үйіндіде адамдар болса, айналаңызға қараңыз. Депрессияға ұшырамаған адамдарды табыңыз. Олармен бірігіп, дереу іздеу құтқару жұмыстарын бастаңыз. Зардап шеккендермен байланыс орнатыңыз. Үйіндідегі адамдардан жауап беретін дыбыстық сигнал алған кезде екі жақты байланыс орнатуға тырысу керек. Егер мүмкін болса, оларға таза ауа, су, дәрі-дәрмек беруді қамтамасыз етіңіз. Құтқарушыларды шақырыңыз. Адамды үйіндінің астынан шығару үшін үйіндіні жоғарыдан немесе бүйірден бөлшектеңіз. Көрші бөлмеден тесік жасаңыз. Аз уақытты қажет ететін әдісті қолданыңыз. Кейбір жағдайларда үйіндіні бөлшектеудің орнына қабырғадағы саңылауды тескен жөн. Үйіндіге өту жабдықтары бойынша жұмыстарды дұрыс ұйымдастырыңыз. Блоктары бар жерлерді таңдамаңыз, олар аударылып кетуі мүмкін және осылайша жұмысты қиындатады. Бекіткіш тіректер мен өрмелеу элементтерін нығайтуға ерекше назар аударыңыз. Есіңізде болсын, жер асты дүмпулері қайталануы мүмкін. Бұл өткелдің бұзылуына әкелуі ықтимал. Адамның шығарылуына кедергі келтіретін және жарақат алатын кез келген нәрсе жолдан алынуы қажет. Зардап шеккен азаматтың алдымен басын және кеуде тұсын, содан кейін аяқтарын босатыңыз. Оларға ұзақ уақыт қысылған жерлерден жоғары турникеттерді қоюды ұмытпаңыз. Жанып жатқан заттарды үйіндіден алып тастап, күйіп қалмас үшін, көміртегі тотығымен уланып қалмауы үшін сөндіру керек. Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсетіңіз. Кәсіби құтқарушылардың келуін күтіңіз. Олардың сұрақтарына дұрыстап жауап беріңіз.
Есіңізде болсын, бір-бірімізге көмектесу арқылы күтпеген қатерге төтеп беріп, шұғыл шешімдер мен нақты әрекеттің арқасында өзімізге жақын адамдарды ажалдан арашалап ала аламыз.